Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен осындай өте дәмді керемет салаттың рецептімен бөліспекпін. Жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңа видеом ашылатын болады. Мен алдымен етімді турап алдым. Шұңқырлау ыдысымызға саламыз. Енді қиярымызды турайтын боламыз. Қиярымызды осылай 3 бөлікке бөліп, сосын 2-ге бөліп, артық жерлерін аламыз да 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлген соң ішіндегі осы сулы жерін алып тастайтын боламыз. Себебі алмасақ, салатымыз қатты сулы болып кетеді. Сондықтан осы жерлерін кішкене алып тастаймыз. Енді дәл видеодағындай жіңішкелеп турайтын боламыз. Тағы да алып жатырмын. Барлық қиярымыздың ішін осылай алып тастаймыз, жұмсақ жерін. Енді барлығын жіңішкелеп, дәл видеодағындай турайтын боламыз. Қиярымыз дайын болып қалды. Енді қызғанағымызды да 2-ге бөліп, қызғанақты да осылай ортасындағы солы жерін алып тастайтын боламыз. Барлығын өстіп алып тазалап тастаймыз. Себебі қызғанағымызда осындай солы болмау үшін осылай ортасын алып тастаймыз. Алып тастадық. Енді дәл видеодағындай осылай жіңішкелеп кесетін боламыз қызғанақтың барлығын. Қызғанағымыз дайын болды. Еттің үстіне салып, шетке қойып қоямыз да, суда піскен жұмыртқамызды да жіңішкелеп турайтын боламыз. Дәл осы видеодағындай турап шығамыз. Мен описанияға барлық құрамдарын қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарайтын боласыздар. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге бірден жаңа видеом ашылатын болады. Өте дәмді рецепттер көп каналымда, сол жерден қарай аласыздар. Жұмыртқамыз дайын болды. Ыдысымызға саламыз салаттың үстіне. Енді консервіде кукурузымызды саламыз. Үстінен қиярымызды саламыз туралған. Және картоппайымызды саламыз. Картоппайды алдын ала жасап алдым. Сіздер менің видеомнан, описаниядан қарасаңыздар болады. Осы картоппайдың рецепті бар видеоларым арасында. Сол жерден қарай аласыздар. Дәміне қарай тұз салдым. Және майонез салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Енді тарелкемізге салып, қонақтарыңыздың алдына осылай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді керемет болып шығады. Дәмді салаттың бірі. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге бірден жаңа видеом ашылатын болады.
Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.